Мен Жанкеш Элисов атындагы мектеп тыңдаушысы Тилеко Диас республика күнүнө байланысты эстафетаны баштайм. Жакшылар жанын кыйда касыретпен алаштын ерлери баз асыл өткен арманым болмас еді-ау туған елім. Күл жайнап казак болуп тасып өтсем, ел елім маңдайының жарық көрдім. Бабалар өнегесін алып келдім. Ескерткіш елім үшін орнатпасам, мына жалған өмірге неріп келдім. Мен осы эстафетаны дебат клубының башчысына тапсырамын. Я, глава дебатного клуба «Гуманисты», принимаю эстафету от школы покорителей вершин имени Жакиича Жунусова. Республика Казахстан. Республика свободна, независима, сильна, стремится пусть к развитию великая страна. Желаем процветания, огромных перспектив, и пусть будет единым целым государство укрепив. Пусть будет небо мирное, спокойное у страны, а люди все счастливые во всех городах. И будущего светлого, и веры в доброту, и каждому заветную осуществить мечту. Передаю эстафету клубу «Сырғалы». Мен Сырғалы тобының мүшесі Жомарт Айғанның дебаттық клубынан эстафетаны қабыл алдым. Қазақстан туған мекенім. Басталған ежелгі дәуірлерде Қазақстан дос әрбір елмен. Көрген талай жұттыда, қырғындыда жаманның да жақсының дамы көрген. Бүгін елдің жаңаша тұрмыс құрған, ойнауы кең даласы ырысталған. Қайсар халқы сан ұлттың өкілдері тағдыр қосып, бастарын тостырған. Қазақстанда әр таңы атқан күліп, нұр сәулесі санаға шаққанын. Алға бастап барады, елбасымыз әрбір күні шуағы шаттаныр. Енді эстафетаны Дарабоз клубына тапсырамын. Мен Кулатаев Бекзат, Дарабоз клубының басшысымын. Сырғалы тобынан эстафетаны қабылдадым. Нужна шомылдырып алтын күннің, республикам ертеңге талпындырдың. Өзінен шабыт алып ақын қиял, шалықтап кең далада шалқып жүрмін. Жарқырап жанған күндей азаттығы, көрінер ұлтымның да ғажаптығы. Республика күнімен құттықтаймын, өйткені ол ұлт күні, қазақ күні. Мен осы эстафетаны жастар ісі жөніндегі комитетке жолдаймын. Я председатель комитета по делам молодежи Тульген Паскар. Принимаю эстафету клуба Дарабоз. Цвети мой край родной, цвети мой Казахстан. Живи мечтой одной, цвети и дальше процветай. Тебя люблю, родной мой край. На этом я заканчиваю эстафету ко Дню Республики Казахстан. Желаю вам отлично провести праздник.